20. Ал Жансая, дәл қазір Битүкеш обменник арқылы не жасадың? Біз қазір осы видео арқылы өзіміздің отандастарымызға осындайдың бар екенін үйретуіміз керек қой. Енді адамдар ойлайды, бұл бәрі лохотрон, интернеттегі ақша, ол тек қана интернетте тұрады, оны аламаймыз деген сияқты. Дәл қазір біз не істедік? TRC20-ті Битүкеш арқылы Coinsbit биржаға биржаға кіргіздім да. Кіргіздің. Енді міне біздің қазіргі кіргізген ақшамыз, міне 9 февраль 2022 10:41 дәл қазір кіргіздік қой біз, дәл Астана уақытымен. Енді ары қарай Coinsbitқа барамыз, енді биржаға бар. Мына ақша түсті. Бұл ақша основной балансқа түсті. Енді ары қарай бұны торговый балансқа ауыстыру үшін мына стрелка тұр ғой, сары стрелка, соны басамыз. Перевод па? Перевод, максимальный кнопканы басамыз. Біз торговый балансқа ауыстырып жатырмыз, перевод. Перевод. Біздің основной балансқа түскен ақшамыз биржаның торговый балансына кетті. Себебі біз биржадан қазір монета сатып алайын деп жатырмыз. Енді жоғары жақта 3 сызықты басамыз. Торговля дегенге кіреміз, біз себеп сатып алайын деп жатырмыз. Астындағы классический торговляны басамыз, екінші строка. Қазір ашылады бізге окошко. Енді бізде қазіргі таңда монетаның құны 19.900 болып тұр екен. Біз 19.900, мына жерге цена дегенге 19.900 деп жазамыз жоғары жағында. 19.900. Астына өзіңнің 714-72 жазып, всего дегенге. Всего деген PLC-ға жазба. Оның бәрін өшіріп таста, 714.72-де. 714.72. Ол точка болмайды екен, астындағы үтірді қойшы. Астында үтір тұр. Үтірде неактивный болып тұр үтірімде. Қан басып көрші, мен кеше өшірді, әрқайсысын басып тауып алған ем негізі. Басылмай тұрсын, андай неактивный өрде точкамен не тұр, бірақ оны бассам кетіп қалып тұр түгіл. 704, сосын үтір болмаса болмай қойшы, 72 теңге саған мына жерде мәйекке қалсын десең де. Ақша шақырып тұрады. Купить дей сал. 714 осылай тұра берсін бе? Тұра берсін, купить де. Подтвердить. Болды. Енді қазір неге барамыз? Анау 3 сызықты басамыз. Біздің уже монета сатып алдық біз. Кошелекті басамыз. Кошелек. Бұл видеоны сақтаймыз, балансты басамыз. Кейін видеодан жайлап түсініп алуға болады. Хорошо. Баланс. Шығады қазір. Дұрыс интернет ұстамай тұрғы, содан кейін ұзақ болып тұр да. Міне, жаңағы біздің алған монетамыз, алдық қой жаңағы PLC Ultima монетамыз. Бірінші строкаға кеп түсе қалды, себебі бұған ақша түсті. Астында салған ақшамыз, жаңа сатып алған монетамыз, тоқта, сделка 0,03-580, 0,4-ке жетпей қалды, монетаның курсы өсіп кетті ғой. Енді осыны перевод жасаймыз. Сарымен. Біз торговый баланстан, тоқта. Торговый баланстан основной балансқа аударайын деп жатырмыз. Ана стрелканы басамыз. Перевод деген стрелканы басамыз. PLC Ultimаның астында. PLC Ultimада басам да.
максимальный дейміз. Неге түседі? Неге максимальный деген кнопка басылмай қалды, қайттан басамыз? Максимальный перевод. Торговый баланста тұрған біздің балансымыз, PLC Ultima монетамыз основной балансқа түсті. Енді подробнее кнопкасын басамыз астындағы. Тоқта. Подробнее. Жоқ. PLC-дің подробнее басамыз. Вывод деген кнопканы басамыз. Енді астына түсеміз выводтың. Мына жерге қазір адрес қоямыз біз. Ол адресті біз қазір бұл ақшаны қайда шығарайын деп жатырмыз? Ultima Farmға шығарайын деп жатырмыз, Ultima Farmға монетаны алып барып, біз табысымызды еселейін деп жатырмыз. Значит, қазір Ultima Farm приложениесіне кіріп, пополнить мой баланс дегенді басамыз. Приложение Ultima Farmға бар. Енді Ultima Farmда алдын заморожені 0,02 монета тұр. Max Load 0,04 деп тұр. Біздің қазір монетамыз мынаған 0,04-ке жетпей қалайын деп тұр, кішкентай қалды. Бірақ мына жақтан түскен табыстың есебінен жауып тастауға болады. Смарт контрактына басып, адамдарға көрсетіп қояйық біздің келісім шарт бойынша алатын монетамыздың санын. Смарт контрактты басамыз. Ферма. Жоқ, сен неге кіріп кеттің? Кошелекқа кіріп кеттің, Жансая. Шығайын қайттан. Кошелектен шық, бізге ферма керек. Количество. Жоқ, фармға бармай ба сонда? Дұрыс. Фармға кіре бер. Мынаны отмена дейсің. Енді смарт контракт дегенді бас. Смарт контрактынан получить профит пен замороженның ортасында неактивный болып, мына стрелканы басамыз. Жанында тұрған. Мына бұйырса 23 февральдан бастап 0,0115 монета шығып бастайды. Ана жерде жетпей қалды ол кішкентай. Қалған осы монетаның жетпей қалғанына қосамыз да, ары қарай уже сенде 3 фермаң айына бұйырса 94 мыңнан беріп отыратын болады, Құдай қаласа. Енді назад қайтамыз, анау стрелкамен назад. 3 сызықты басамыз төбедегі. Пополнить my farm деп тұр, осыны басамыз. Енді мына адресті үстінен басып копировать етіп аламыз. Адресті. Енді выводқа CoinsBit'тағы монетаны осы жерге алып келуіміз керек. Значит, біз CoinsBit'тан выводқа барамыз. Жаңа копировать еткен адресті қоямыз осы жерге. Жаңағы адресті қоямыз. Астына түсеміз. Адрес. Жоқ, асықпаймыз. Адрес деген таптық, сол жерге қоямыз. Вставить деп. Мінерге Max дегенді басыңыз. Все. Мынаны сохранить етпей қойыңыз бопты. Далее деген, перейти дегенді басыңыз. Анау вывод, вывод. Қазір сізге почтаңызға код келеді. Осы почтаңызға, осы CoinsBit'қа тіркелген соған кіріп, 6 цифрадан тұратын кодты жазып нерге қоямыз. Жоқ, мабыстың.
Қазір келу керек. Входящий тағы басып көріңізші. Мана негізі қойыңыз беттен письмо кепті ғой, негізі келу керек. Тағы да шығып қайттан кіріңіз. Неге? Почтаға. Қойыңыз бет қай емес. Почтаға. Болмасам, спам дегенін көріңіз, ары бері. Спамға түсуі мүмкін. Спамға кетті. 641-337. 641-337 мен айтып отырам. 641-337. Болды. Енді сізді ақшаңыз где-то бір 3 сағаттың ажақ бер жағында, бірақ негізі 3 сағатқа жетпейді, фермаға түседі. Фермаға барыңыз, мен сізге көрсетем. Осы жерден енді қайттан екеуміз шыға алмаймыз. Фермаға барыңыз, бата беріңіз. Фермаға кіріңіз да, артқа деген кнопканы басыңыз. Анау, артқа деген стрелканы. Тағы да стрелка артқа. Жоқ, вообще кетіп қалдыңыз ба? Кетіп асып кетті. Мін. О, түсіп қапты. Круто! Жақсы болды. Получить профит деңіз. Міне осылай түскен балансты я согласен с политикой конфиденциальности деп ползунок подтверждаю. Окей. Болды. Ана екінші смарт контрактыңыз құтты болсын. 9 марттан бастап уже табысты шығара бересіз. Мына жақтан 24-ші неде 23 февраль күні бұйырса бірінші табысыңыз шығарасыз ғой. Оның кішкентай остатығын мына жерге қалдырып кетеміз да, қалғанын бәрін. Вообще-то бірінші табысыңыз шығарайық. Остатық қалдырмай шығарайық. Одан кейін уже ананың реальный ақша екеніне көзіңіз жетеді да, уже ары қарай уже түсініп бастайсыз. Тем более бұны обменникпен биржаға CoinBitқа сатамыз монетаны, сөйтіп оны терцға айландырып, оны обменник арқылы обналичить етеміз. Сол осылай интернет арқылы табысты болыңыз, Жансая ханым. Давайте стрелканың басыңызда демонстрацияны қосарыңыз бар ма платформа туралы? Бұл платформаны қазірше түсініп жатырсыз ба? Кішкене түсініп жатырмын, негізі, бірақ бағанағыдай естіп, обменникке барып, неге барып, нелерді сатып алу әлі кішкене қиындау, Ол бірінші кезде қиындау, кейін күнде үйреніп аласыз, соның бәрін үйретем. Күнде Астана уақытымен 21:00-де Zoom болады. Өзіңіздің осындай мүмкіндік көрсетем ба деген адамдарыңыз болса, Zoom-ның ссылкасын тастап жібере беріңіз. Осылай үйретеміз бәрін. Бұл біріншіден миыңыз дамиды, екіншіден технологияның құндылығын үйренесіз, үшіншіден осындай платформаның лохотрон емес, пирамида емес екеніне өз көзіңізбен көзіңіз жетеді. Рахмет сізге. Осы жерден демонстрацияны тоқтата берсеңіз болады.